Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге Анар және қазір өте керемет бір жыр болған Пиндодо туралы әңгіме келіп жатыр. Неге жыр болған? Барлық жерден, барлық Инстаграмнан немесе ютубтан болсын қазір Пиндодо сайтын оқыту курс жайлы естіп жатқан шығарсыздар. Және де мен сол Пиндодо туралы бүгін біз үнемі жіберіп жүрген 5 қате туралы айтамын. Біріңіз білсеңіз, бұны біріңіз білмеуіңіз мүмкін. Сол үшін пайдаңызға жарар деген үмітпен бөліскелі отырмын. Ал сіздер тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де жасырмаймын, мен де Пиндодо курсын сататын адамның бірімін. Бірақ мен курсты сатпаймын, өзім уақытымды сатамын десем болады. Неге олай десеңіздер, мен әркез, яғни байланыста боламын. Оқып кеткен адамдармен және сұрақтарына жауап беремін, қателіктерін түзетуіне көмектесемін, каргуларын ауыстырып адрестерін дұрыс енгізуге көмектесемін. Әрине барлығы тегін тұр. ютубтан да қарап алуға болады, бірақ көп адамдар көбінесе қателесіп кетіп жатады және көп уақыт шұқылап отырғысы келмейді. Одан да көмектесе салыңызшы деген нәрселерді жақсы көреді. Яғни сіз арқылы заказ берейік, қалай заказ берсем болады, мына жерде адресті дұрыс енгізбеппін деген сияқты, немесе қайтадан мені блокировкаға тығып тастады, қалай ол жерден шықсам болады деген сұрақтарды үнемі сұрап отырады. Сол үшін мен сол сұрақтарға жауап бере алу үшін және көңілді жауап бере алу үшін курсымды сатамын. Ал кеттік. Бүгін бізде Пиндодо туралы 5 қате. Ең бірінші қателердің бірі ол бізде бағаны есептей алмау қатесі. Яғни бағаны есептей алмау дегенде адамдар осылай сыртындағы, мысалға ана жерде 19-да 9 юаньді көріп алады да, осындай баға екен деп ойлайды. Бұндай баға көбінесе болады, ал кейбір жағдайларда корзинада мүлде басқа баға болады. Соны көрген адамдар түсінбей қалады. Корзинада неге бөлек баға болады? Бұл дегеніміз біздегі скидка болып жатыр, акция болып жатыр, 20%-ға дейін, 50%-ға дейін деген секілді бір маркетинговый ход десек болады. Неге? Адамдар 19-да 9-ды көрген кезде сіз қызығып келдіңіз ғой мынаған. Сол олар осыны өздері көздеді. Яғни мақсаты сол еді, сіздің осыған қызығып келуіңіз. Бұл жерде 19-да 9-да деген баға бар. Бірақ ол қандай? 80 сантиметр болуы мүмкін. Өйткені көп адам 80 сантиметр дегеніміз бір жастағы балаларға ала бермейді. Сол үшін немесе осының ішіне бір жұқа, бір кішкентай шалбар қойып қою мүмкін сол бағада. Сол үшін сіз кіргеннен кейін өзіңізге керек шалбар таңдайсыз. Жаңа 19-да 9 деп кіргеніңізді ұмытып кетесіз де, басқа бағада алып кетесіз. Соны байқамай қаласыз. Яғни дұрыс бағаны есептеу үшін міндетті түрде корзинаға кіріп көру керек. Сырттағы баға әркез сол бағада зат сатылады деген емес. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да бір бағаларды қойдым. Мысалға қараңыз, мынау жерде мынау ең біріншісі. Мұнда қыз тұр, оның астында 51-де 1 деген баға тұр. Корзинада дәл сол баға бар екен. Қараңыздар, 51-де 1. Яғни көйлектің өз бағасы 51-де 1 екен. Ал егер сіз көйлектің қасына коронасын, сосын браслетін алатын болсаңыз, ол 56-да 1 деңе деп тағы көбейеді. Ал егер осы көйлектің ішінде жылысы болса, нашеспен болса, мұны қараңыздар, бұл жерде тағы да 60 юанға көтеріледі. Яғни корзинаның ішінде де бағалар өзгеріп отырады. Кейбір адамдар мысалға ыдыстарды көрген кезде солайынан кіріп кетіп жатады, аяқта арзан ғой деген сияқты. Корзинаға кірсе, жоқ, ондай емес, басқаша баға шығып жатады. Яғни әр кезде бағаны нақты бір білгіңіз келсе, корзинаға кіріп тексеріп көру керек. Ең соңғы бір мысал ретінде мына шапканы көрсетіп кетейін. Барлық мысалдарым детский киімдермен болып жатыр. Ол мен балалар киіммен айналысқандықтан шығар. Яғни маған үнемі Пиндодода балалар киімі бірінші шығарды. Мына қараңыздар, 17-де 49 деген баға тұр, осы юань шығар деп ойлайды да адамдар. Қарасаңыздар, корзинада 10 юанға дейін бұдан жоғары баға тұр екен. Яғни сырттағы баға бөлек болуы мүмкін, корзинадағы баға бөлек болуы мүмкін. Ең бірінші осы қателік, яғни жіберу болмас үшін міндетті түрде корзинаға кіріп қарауларыңыз керек.
Екінші қателік ол доставка бағасын есептей алмау. Доставка бағасы дегеніміз, біз бәріміз Пиндодағы арзан бағаға деп қуанамыз да, бәріміз соған баға алып тастаймыз да, осы Қазақстанға келген кезде доставка 10 000 теңге, доставка 20 000 теңге деген кезде мен не алған едім деп ойлап қаламыз. Сол үшін менің сіздерге бір өтінішім бар. Сіздерде дәл сондай үйде зат болатын болса, кішкене типі ұқсас, мысалға етік дейік, мына етіктің бағасы 9705 теңге, нағыз таза кожа, сол үшін қымбат бағада. Яғни біздің Қазақстанда, бірақ бұлар 30-40 мыңнан сатылып жатыр. Енді бұны қараңыздар, бұл коробкасымен келген кезде 1,5-2 килограммдай болады. Ол дегеніңіз, каргоңыз 2,5 мың теңге болатын болса, 2,5 теңгені 5 мың теңге, 2 килограмм болса 5 мың теңгені қосыңыз, 9705 теңгеге 14.705 теңге болады. Қымбаттады, 14.705 киловаттырмын ғой, мен 9.705 емес. Екеуінің арасында разница бар, 5 мың теңгеге разница бар. Бірақ бәрібір де баға Қазақстаннан арзан. Бұны таза кожа болған соң 30-40 мыңнан сатады Қазақстанда, ал ол жақтан сіз 15-16 мыңға алдырып отырсыз. Бірақ адамдар үнемі доставка бағасы қымбат болып кеткен кезде түсінбей қалып шок болып жатады. Ондай болмас үшін, саған бір кішкентай балаға двойка берсеңіз, үйдегі бір двойкаларды есептеп көріңіз, 300-400 грамм шығады, соны жаңағы 2400-ге көбейтесіз, немесе 240-қа көбейтесіз. Сол кезде өзіңіздің бағаңыз шығарып аласыз. Сіздердің карголарыңызға байланысты. Ана жерде де бір мебельді мысал ретінде келтірдім. Мысалы, мебельді білмейткен мен алып көрмедім. Қараңыздар, бағалары 395 теңгеден 1452 теңгеге дейін өте арзан баға бір мынандай ілгіш үшін. Ал біз осы бағаны көріп аламыз да, деп беріп тастаймыз. Бірақ бұның келгендегі килограммы қандай болады, оны да примерно есептеу керек. Әрине, әрқашан Қазақстандағы бағадан арзан бола беруі мүмкін, немесе кейбір жағдайларда не стоит деген нәрсе бар. Мысалға, ыдыс-аяқтарды егер көп деп берсеңіз, жақсы тиімді баға шығады. Бірақ аз беретін болсаңыз, кейде өзінің килограммы көп болып кеткен кезде Қазақстандағы бағадан да қымбат баға шығып қалуы мүмкін, және сіз оны қанша уақыт күтесіз. Енді келесі қате, ол үшінші қатеміз бізде Қытай ішіндегі доставка. Неге Қытай ішіндегі доставка? Қазақстанға дейін келетін доставка бар, бірақ Қытай ішінде доставка бар ма деген сұрақтар орын алады. Адамдар заказ бердім, болды, енді 15 күннен кейін келу керек деп күтіп отырады. Жоқ, бұндай нәрсе жоқ. Қытайдың ішінде де 3-4 күн, кейде 2 сағат, кейде 3-4 күнге дейін уақыт болады. Мысалға, мына картаға қарасаңыздар, менің каргом Гуанчжоуда орналасқан, бірақ Анцин деген Қытайдан шыққан, Қытай деп қаладан шыққан. Оны бір мысал ретінде келтіретін болсақ, Шымкент қаласынан Алматы қаласына дейін, немесе Алматы қаласынан Өскемен қаласына дейін жол жүріп келеді. Алматыдан Өскеменге жол жүріп келу 2 күн, яғни жаңағыдай фуралардың келуі 2 күн, кейде 3 күнге дейін созылады. Яғни сіздің затыңыз да Қытайдың ішіндегі бір қаладан екінші қалаға жетем дегенше 2-3 күн уақыт алуы мүмкін. Ол жаңағы Қытайдан Қазақстанға келетін 15 күннің ішіне кірмейді. Соны есептей алмай қалатын жағдайлар болады. Сол үшін үнемі осы картаға кіріп тексеріп жүріңіздер. Заттарыңыз қанша күнде келіп жатыр. Төртіншісі карго. Бұл карго мәселесі өте қиын мәселе, өйткені біз Қытайдан заказ берген кезде қытайлықтар бізге тура тікелей жібермегені үшін біз карголардың жұмысына жүгінеміз. Ал карголар қазір Пиндодо деп сайттарды көп курстар сатып тастағаны үшін, қызыққа деп 1-2 зат заказ беріп жатқан адамдар бар болғаны үшін қиын болып жатыр заказ беру. Көп адамның заттары сортировкадан қиын, сканирование жасау қиын болып кетті. Сол үшін карголардың жұмысы баяулап қалды. Арзан карголарға мүлде сенбейтін болды халық. Мысалға, бәрі білет қандай арзан карголар бар екен, олар туралы айтпай қояйын. Сол карголарды бәрі міндетті түрде ұсынбайды, бәрі жамандайды бір-біріне, бірақ ол карголарға мен ризамын, өйткені кезінде мен ол карголармен
1,5-2 аптада зат алған кездерім болды, өте арзан бағада да. Себебі ол кезде көп адам Pinduodu'ны білмейтін, Pinduodu'ға тек қана WeChat арқылы тіркеле алатын едік. Мен WeChat арқылы тіркелген болатынмын. Және тек қана Alipay арқылы төлей алатын едік. Каспи жоқ еді ол кезде. Сол себепті тез әкеліп жүрген еді. Ал қазір барлық адам Каспи арқылы төлей алады, және де ішінен Қазақстанның нөмірімен тіркеле алатын болғандықтан әркім 2-3 сағаттан беріп карголардың жұмысын қиындап тастады. Енді қараңыздар, Telegram каналдарда сіздердің зерттегілеріңіз келетін карголар туралы міндетті түрде информация бар. Сол үшін Telegram каналға кіріп, каргомса жазсаңыздар болады. Жаңа Алтын Экспресс дейді, карго 27 бірдеңе, карго 878, Кайлан каргосы деген сияқты. Сол карголарға кірсеңіздер, ең соңғы даталар тұрады. Қай күнгі датаның заттарын алып жатырмыз. Соны өздеріңіз есептеп қарсаңыздар болады. Сентябрьдің затын алып жатырмыз десе, 1,5-2 ай өтіп кеткен, әлі сентябрьдің затын алып жатыр, значит, бұл карго қазір жақсы емес жұмыс жасап жатыр деген сөз. Өздеріңіз міндетті түрде анализ жасаңыздар. Анализ жасау арқылы ғана карголардың жұмысын тексере аласыздар. Және де трек-кодтар. Адамдар үнемі трек-кодтармен қателеседі. Мысалы, инэкспортта трек-кодты енгізбесе болады деген жағдай бар. Сол үшін де трек-кодтарына қарамай жүре береді. Кейде сіздің затыңыз шықпай қалған болуы мүмкін. Яғни трек-код беріп қойып, бірақ мыяққа қате трек-код келген болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде қайта-қайта өздеріңіздің Pinduoduo сайтынан жетті ма, жеткен қол қойған болса, неге айна каргодан шықпай жатыр, оны қайта-қайта тексеру. Бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Карголарға бәрібір олар тек жеткізіп берсе болды аман-есен. Ал жетпеген затты неге жетпей жатқаны туралы олар сіз үшін бас қатырмайды. Келесі ең соңғы біздің қатеміз ол курспен есептей алмау. Яғни адамдар Google-ға жазады, юань теңгеге дейді да, сөйтеді да, міне о 65-24 өте арзан, күшті 65-24-ге көбейтіп береді. Әсіресе мен распаковка жасап жатқандардан немесе курс сатып жатқандарын байқайтыным осы қателік. Енді олар мүмкін қызықтыру бір маркетинг ходтар шығар, бірақ 65-24 деген курс еш жерде жоқ. Яғни сіздер осы курспен зат сатып ала алмайсыздар. Неге? Міндетті түрде Каспидің 3% бар. Мысалға қараңыздар, мынау мен 288 юанға етік алғым келді, оның 3%, яғни 8-64 юань тағы қосымша төлеймін. Соны қосқан кезде олар примерно 66-да бірдеңе немесе 67 секілді юань шығып кетеді. Яғни біз ойлағанда 1-2 юань ойнайды. Сол үшін есептеген кезде бірден осы 65-24-ге емес, 67-ге көбейтіңіз. Ол да арзан баға. 67-ге көбейтіп, солай есептеп үйреніп көріңіз. 66 болып тұрса 68-ге деген сияқты 1-2 юань ойнайды. Соны сіз өзіңіз есептеп көресіз. Және Каспиіңізден міндетті түрде тиын кейі шығады, соны бөліп көріңіз сіздің алған затыңызға. Сол кезде де Каспидің бағасын көресіздер. Бірақ және осы соңғы бір аптада юань өте қатты ойнап тұр. 64-ге, 63-те бірдеңеге дейін түскен кезі болды. Сол үшін қайта-қайта тексеріп отырсаңыздар болады. Бірақ шүкір алдында 75-ге дейін сондайға дейін барған еді. Қазір өте жақсы бағаға қайта түсті. Осы мүмкіндікті қолданып, сіздер де Pinduodu'дан зат заказ берсеңіздер болады. Осы 5 қателік, яғни қателік болғанда, біз осы 5 нәрсені көзден өткізіп алмайық, міндетті түрде қарап мұқият болайық дегім келді. Және де өзім қосымша ретінде 6-шы айтатыным отзыв оқыңыздар. Міндетті түрде отзыв ерінбей, аударып, переводчикпен болсын, аударып отзыв оқыңыздар. Матасы қандай, шынымен жақсы ма? Адамдар міндетті түрде купон алу үшін отзыв жазады. Өте жақсы. Қытайларда әсіресе отзыв жазу өте күшті. Тіпті балалар киімдерін балаларына кигіздіріп отзыв жазады. Үйіндегі затты қолданып жатқанын, бір нәрсені жуып жатқанына дейін әдемілеп отзыв көрсетіп береді. Сол үшін отзыв оқуды әдетке айналдырыңыздар. Сол кезде ой, бұл матасын мынандай деп күткен едім, басқаша болып шықты ғой деген өкініштер болмайды. Сол үшін және де тағы да бір қосымша деп қосымша бере береді деймін.
уақытты алдын ала есептеп үйреніңіздер. Бір каргулар айтуы мүмкін 15 күнде, бір каргулар айтуы мүмкін 2-3 аптада әкеп жатырмыз деп. Бірақ сіздер алдын ала уақыт есептеп үйреніңіздер. Тығыз нәрселерге заказ бермеңіздер, және біреулерден заказ алмаңыздар. Әсіресе қазір өте күшті карантин болып жатыр Қытайда. Әрине, әрбір жерлерде, барлық жерде емес карантин, кейбір жерлерде, бірақ оның өзі әсер етеді. Мысалға, біреулерде магазиннен зат шықпай жатыр, өйткені олар карантинде, біреулерде каргоның адресін ауыстырып жатыр, өйткені сол карго жақта карантин болып жатыр деген сөз. Барлықтарыңызға сәттілік. Пиндоdo өте қазір мүмкіндіктің жақсысы деп ойлаймын. Бұндай мүмкіндік кейін болмай қалуы мүмкін. Және жаңа жылда білесіздер, Қытайдың жұмысы тоқтайды. Сол үшін жаңа жылға дейін өздеріңіздің заттарыңызды алдын ала алып алыңыздар. Егер қызықты сұрақтарыңыз болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер. Мен жауап беруге тырысамын, немесе менің инстаграм парақшама келсеңіздер болады. Ол жақта да жекеде жауап беруге тырысамын.